Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қазіргі таңдағы хит болып жатқан восточный пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, пирогтарыңыз бір жасағынан керемет болып шығады. Бұл пирог өте дәмді пирогтың бірі. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып салып, үстіне қантты саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Осы пирогқа керекті тағамдардың нақты граммдарын төменге описаниеге қалдырып кетемін. Және де бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жалпы осындай пирогтарға көбіне мен 72 немесе 82% майды қолданамын. Сол кезде біздің пирогтарымыз, яғни қамыр қатты болып қалмай, жұмсақ болып, керемет болып шығатын болады. Електен өткізілген ұнның үстіне бір шай қасық қопсытқышты салып, араластырып, осы ұнның барлығында жұмыртқалы массамыздың үстіне салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр елейміз. Және де осы қазақша контентті каналдың ары қарай дамуы үшін өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ол үшін осы каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Және де осы видео пайдалы болса, жақындарыңызға бөлісе отырыңыздар. Сіздерге алдын ала алғысымды айтамын. Бұл қамыр өте жұмсақ болып шығады, себебі құрамында сары майы бар болғандықтан қолға жабыспайтын әдемі қамыр болады. Енді осы қамырымызды бірден формаға салып, жұмысымызды жасаймыз, яғни шет-шеттеріне тегізіп, барлығын осылай тегістеп аламыз. Стақанның көмегімен де тегістеп алуға болады. Менде форманың диаметрі 26 сантиметр. Осы кезде сіздердің пештеріңіз 180 градуста қысып тұруы қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін грек жаңғағын қатты ұсақтамай 2-3 бөлікке бөлеміз. Өрікті де осылай қатты ұсақтамай турап аламыз да, осының барлығында жаңағы қамырымыздың үстіне қолымызбен осылайша сүйіп шығамыз. Алдымен грек жаңғағын, содан соң өрікті және де мейіздің барлығын салып, жеткілікті етіп, барлығын осылайша салып шығамыз. Соңында үстіне қойылатылған сүт, яғни сгущенкамызды осылайша барлығын бір банканы толамайын құйып шығамыз. Мен осындай три желанияны қолдандым. Сгущенканың мейлінше қоюын, пайызының жоғарылығын алыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз өте дәмді болып шығатын болады. Мінекей қасықпен қалған жетпеген жерлеріне осылайша жағып, жеткізіп шығыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25-30 минутта пирогымызды пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Менде 25 минутта толықтай пісіп шықты. Бұл пирог менің және менің отбасымның сүйікті пирогының бірі. Сіздерге де жасауға кеңесімді беремін. Бұл канал, бұл видео сіздерге пайдалы болып жатса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.